Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі, сүйкімді, сұлу қуыршақ жасайтын боламыз. Алдымен құрал саймандарымен таныстырамыз. Әрине жіп қажет болады. Және де мен осы 2,5 нөмірлі күршекті тоқып қолдандым. Және де сіздерге көп уақыт алмас үшін қуыршағымыздың аяғы мен денесін және екі қолымен басын тоқып дайындап қойдым. Өйткені сіздерге көрсету үшін көп уақыт қажет болады. Қуыршағымыздың көзі. Ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қуыршағымыздың енді аяғынан тізесіне дейін өлшейтін боламыз. Өлшегішпен өлшейміз әрине. 12 сантиметр және тізесінен жоғары 18 сантиметр, барлығы 32 сантиметр болды. Мұқият аяғына дейін қараңыздар, өте қызықты. Жасайым дейтін адамдарға өте оңай. Енді қолы 12-де 12 сантиметр. Басының ұзындығы мен ені. Ұзындығы 9 сантиметр, ені 7 сантиметр болып келеді. Енді осы қуыршағымыздың басына дайын, шашымызды да тоқып дайындап қойдық. Денесі мен басын ортасына темірді тығып қоятын боламыз. Артық жібін алып тастаймыз. Арнайы инені қолданатын боламыз. Қара жіппен кішкене көзіне, қуыршақтың арналған көзін қолданатын боламыз. Енді ортасына темірді қоятын боламыз. Өйткені осыны қоймасаңыздар, жаңағы басы мойнымен басы жерге қарай салаңдап кетеді. Мінекей осыны біріктірдік. Енді кәдімгі жіпке арналған тесік үлкенірек ине, арнайы инелер болады. Соны сабақтап, осы екі ортаны тігіп шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Екеуінің ортасын үстіп инемен біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Әрине көрген кезде кішкене адамдарға қиын болып көрінеді. Өздеріңіз кішкене ойымнан қиын екен-ау деп ойламаңыздар. Бірінші рет әрине қиын болады. Екінші рет, үшінші рет кішкене қолдарыңыз үйренеді және ары қарай алып кететін адам, ерінбейтін адам алып кетеді. Бірінші орында қызығушылық пайда болса, адам ары қарай алып кетеді. Мінекей енді қуыршағымыздың екі шетіндегі қолын орналастыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, кішкене ғана осыны жартысы ғана қылып тоқсаңыздар да болады. Және осы жіптерден аңдарды және үйлеріңіздегі кішкене ит, күшік, мысықтарды да тоқсаңыздар болады. Қуыршағымыздың көзі дөңгелек. Негізі бұл арнайы аңдарға, жаңағы қоян, жаңағы қозы, мысықтардың арналған көздері бұл. Сол үшін мен осыны кішкене өзгерткім кеп тұр. Өйткені біздің үйде осы арнайы қуыршақтың көзі жоқ. Сондықтан қара жіппен шет-шетін үлкейтіп, кәдімгі қуыршақтың көзіне айландырғым келіп тұр. Мұқият қарап отырыңыздар. Көзін айналасын үстіп тігіп шығатын боламыз. Баяғы кесте құсатып, сонда кішкене көзіміз үлкенірек болады. Кішкене сәл ары созамыз. Және асты жағында кішкене бірсыпыра тігіп шығатын боламыз. Сонда көзіміз сұлу көрінетін болады.
Енді кейбіреулер өте профессионал болады, ондайға енді өзіміздің неміз жоқ та. Мінекей енді асты жағын. Күнде осындайлар тоқи берсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді кірпігін жасайтын боламыз. Кірпікке бізге бір 3 кірпік болса жарайды. Мінекей. Қол жағымыздың көзі қандай әдемі болып шықты. Енді екінші жағын қараңыздар, екінші жағы дайын болды. Енді бізге не қажет? Бізге енді көзіміздің үстіне кірпік қажет болады. Қас қажет болады, қас. Қас жетпей тұр. Әрине бас жағынан алатын боламыз. Өйткені бас жағымыз шашпен жабылып тұрады, көрінбейтін болады. Екі қатарға баламыз. Өте қалың емес. Ұнап жатса тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден бір өтінішім бар. Менің видеоларым ішінен бәрін ұнамаса да бір 2-3-еуін аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Осы видеом қызық болса, әрине аяғына дейін көріңіздер. Өтініш сіздерден. Қызымыздың екі қасы дайын болды. Енді бас жағынан шығара саламыз. Енді бізге мұрын қажет болады. Мұрнымызды шаштың түсінде қылып алдық. Әрине бас жағынан аламыз. Кейбірі дөңгелек қып қояды, негізі. Әркімнің талғамы әртүрлі. Енді мен 3 бұрыштан бастайтын боламын. 3-тік қылып. Және осыны үш-төрт қатар қылып айландырып шығамыз жіппен. Мінекей осы жетіп жатады бізге. Енді бас жағынан шығарамыз. Мұрнымыз дайын болды. Енді бізге енді ауыз қажет болады. Әрине қызыл жіппен тігетін боламыз. Дайын, кішкене помада жағылған сияқты қызыл жіпті қолданатын боламыз. Қуыршақтарыңыздың беттеріне, екі беттеріне кәдімгі өздеріңіздің жағып жүрген косметикаларыңызды дөңгелек қылып бояп қойсаңыздар да болады. Кәдімгі ерні кәдімгідей томпақ болып келе жатыр. Қуыршақтың шашын тек қана қоңыр емес, өздеріңіз білесіздер, кейбір қуыршақтар негізі ақшыл түсті болмағанмен кәдімгі қоңыр түсті қуыршақтар да болады. Оған қара түсті шаш қажет болады. Негізі мына ақ түстіге қоңыр түсті қуыршақтар өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты болады. Ұзын өріп қойған шаштарды да істеуге болады. Қазақи әдемі қыздардың бүрімдері бар шаштарды да істеп қойсаңыздар болады. Мінекей ерні дайын болды. Қараңыздар. Енді бізге жетпей тұр шаш. Шашын енді тігетін боламыз. Бұны да дөңгелетіп, айландырып тігіп шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар.
Алдымен ішінен бастап, әрине сыртына шығаратын боламыз. Сонда сыртынан тіккен оңайлау болады. Енді сыртынан оңайлау айландырып тігіп шығатын боламыз. Негізі осындай кішкене жұқа жіптер тоқсаңыздар, шаштары кәдімгідей жаңағы плойка салған сияқты осындай бұйра болып шығады. Енді осы қуыршағымызға көйлек тігетін боламыз. Мінекей қараңыздар. Қып-қызыл жұқа қыжымнан көйлек тігеміз. Үйде қалған құтқан маталардан қолданатын боламыз. Мінекей ортасына резина салып, кішкене етегін тігіп қойдық. Енді жоғарғы жағын тігетін боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі қызыл болды. Енді кеудесін тігеміз. Мінекей кеудесін пішіп қойдық. Енді бұны да дайын қылып қойдық. Мінекей қуыршағымыздың көйлегі, тақиясы және сумкасы дайын болды. Мұқият қараңыздар. Енді осылардың бәрін кигізетін боламыз. Алдымен екі жағына қолына кигізіп аламыз. Енді тақиясын. Әрине сұлу болу үшін кішкене сумкасын жасадым. Басына салып қиғаш қып ұстап қоюға да болады. Мінекей менің қуыршағым дайын болды. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Көргендеріңізге рахмет.